бет-беттен банк тарапынан коллектордан келіп түсетін қоңыраулардан шаршадыңыз ба? Қарызыңызды төлеуге мүлде мүмкіндік жоқ, счетыңыз арестта, түскен ақшаңызды ұстап алып қалып жатыр. Мұндай жағдайда не істейміз? Достар, бүгінгі видеода осы тақырыпты талдайтын боламыз. Ақпарат пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк, комментарий қалдыра кетіңіздер. Жаңа айтқандай, егер де сізде заемды төлеуге мүлде мүмкіндік болмаса, онда бір жолы банкротқа бере аласыздар. Банкротқа берудің әрине өзінің минустары бар. Атап айтқанда, 1 жыл ішінде кредит ала алмайсыздар, 7 жыл ішінде екінші қайтара банкроттық алуға рұқсат бермейді, және де 3 жыл ішінде сізге қаржылық мониторинг жүргізіліп отыратын болады. Яғни ол дегеніміз, осы уақыт аралығында сіз қандай да бір мүлік алатын болсаңыз, жоғары сомадағы аударымдар жасасаңыз, соның барлығы сізде бақылауда болады. Яғни бұл ақша қайдан келді деген тәрізді тексерулер болады. Ал жалпы егер де осындай талаптардың барын сақтайтын болсаңыздар, сіз банкроттыққа тапсыра аласыз. Оның өзінің 3 түрі бар. Ол соттан тыс, сот арқылы және де төлем қабілеттілігін қалпына келтіру болып табылады. Енді осы соттан тыс банкроттықтың талаптарын атап өтетін болсақ, сіздің қарыз мөлшеріңіз 1600 айлық есептік көрсеткіш, яғни 5,5 миллион теңгеден аспауы қажет. Сондай-ақ 12 ай ішінде просрочка болу керек, яғни 12 ай бойы ешқандай төлем жасамауыңыз керек. Және де 7 жыл ішінде банкроттық алмаған болсаңыз, осы соттан тыс банкроттыққа бере аласыздар. Сіздерге беру кезінде 18 ай ішінде бүкіл кредиторларға жазған өтініштердің барлығы қаралатын болады. Яғни сіз қаржы ұйымдарына берешекті шегеру, график қою, пайызын алып тастау тәрізді түрлі арыз өтініштер жазасыздар. Соның барлығы сұралады. Егер де сізге осы кезде банктен отказ беретін болса, көбіне кейбір жағдайда график қоюға отказ беріп жатады. Микроқаржылық ұйымдар келісім бермей, сізге қарызды бірақ төлеңіз деп талап қояды. Сондай жағдайда бүкіл осы банктен келген жауаптарын, өзіңіздің өтініштеріңізді барлығын жинап өткізесіздер. Тағы бір айта кететіні, егер сіз атаулы көмек алатын болсаңыздар, АСП онда 12 ай емес, 6 ай ішінде төленбеген болса да, осы банкротствоға тапсыра аласыздар. Сіздерде кредиттеріңізді төлеуге мүлде мүмкіндігіңіз болмай жатса, банкротстводан қорқудың еш қажеті жоқ. Онда коллекторлар мен кредиторлардың қоңыраулардан құтылу үшін осы банкротствоға арыз беріп көрсеңіздер болады. Барлық арест шешу, график қою, банкротство жайлы егер де қызметтер қажет болатын болса, төменде сілтеме қалдырып кетемін, соған хабарлассаңыздар болады.